Менің тұрғылықты жерім Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Арайлы ауылы. Бұрын ол Максимовка деп аталған. 2018 жылдың 14 желтоқсанынан бастап Арайлы деген әдемі ат берілді. Ауылымыз Ақмола ауылынан 26 шақырым солтүстікте, Астана қаласынан 32 шақырым жерде орналасқан. Кен жазира дала, мөлдір өзен, таза ауа. Бәрі туған жердің ерекше көркін айшықтайды. Бұл өлке алғашында ен дала болған. Даланың төсінде жалғыз сарғайған терек өсіп тұрғандықтан бұл жер Сары терек аталған. 19 ғасырдың соңында қоныс аударушылар келіп, ауылдың негізін қалады. Алғашқы үйді Максимов есімді кісі салғандықтан ауыл ұзақ жылдар бойы Максимовка деп аталды. Ауыл тарихы ел тарихының бір бөлігі. 1929 жылы ұжымдастыру басталып, Казкрайком колхозы құрылды. Кейін ол Рассвет совхозына айналды. Тың игеру жылдары ауыл қарқынды дамып, жаңа үйлер, мектеп, аурухана, мәдени нысандар салынды. Бұл кезең ауылдың гүлдену дәуірі болды. 1938 жылғы репрессиялар мен Ұлы Отан соғыс жылдары ауылға ауыр сынаға келді. Көптеген азаматтар майданға аттанып, елге оралмады. Тылда қалған халық тынымсыз еңбек етті. 12 жасында еңбегімен марапатталған Торғай, Жылқыбаев сияқты жандар ауылымыздың мақтанышы. Арайлы көп ұлтты ауыл. Поляктар, украиндер, немістер, шешендер және қазақтар бір шаңырақ астында татулықта өмір сүрді. Білім ордасында тарихы терең. Алғашқы бастауыш мектепті Богомолов Андрей Артемович ашқан. Қазіргі мектеп ғимараты 1965 жылы пайдалануға берілді. 2015 жылы мектеп 50 жылдық мерейтойын атап өтті. Ең маңыздысы, мектебімізде ауыл тарихына арналған шағын музей бар. Бұл музейде көне құжаттар, ескі фотосуреттер, тұрмыстық бұйымдар мен еңбек құралдары сақталған. Ол өткен мен бүгінді жалғап тұрған алтын көпір. Оқушылар сол музей арқылы туған жерінің тарихын танып, ата-бабаларын еңбегіне құрметпен қарайды. Мен үшін Арайлы ауылы тек қана туған жер емес, ол тарихы терең, табиғаты көркем, адамдары еңбекқор мекен. Осындай қасиетті жерде өмір сүру мен үшін үлкен мақтаныш.